Сәлеметсіздер ме? Денсаулық әлеміне қош келдіңіздер. Санива компаниясының жетекші дәрігері Клара Дүйсенбайқызы. Бүгін мен сіздерге иммунитет жайлы кішкене түсінік беретін боламын. Жалпы иммунитет дегеніміз не? Адам ағзасында қалай пайда болады? Иммунитет біз үшін не үшін керек? Тез шаршап жүретін, үнемі жиі ауыратын, бас ауыратын, сәл салқын тисе тұмауратып қалатын адамдарға біз сіздің иммунитетіңіз төмен түсіп кеткен деп жатамыз. Иммунитет бізге не үшін керек? Иммунитет біздің жалпы ағзамыздың сырттан келетін бактерияларға, паразиттерге, инфекциялық ауруларға қарсы тұратын біздің күшіміз. Иммунитет жалпы біздің барлық ағзамыздың қызметтерінің қалыпты болуына байланысты. Қазіргі таңда күз мезгілі, ауа райының төмендеуі, температурасының төмендеуі, жалпы күн сәулесінің азаюы және ылғалдылықтың көбеюі біздің ағзамызға әсер етпей қоймайды. Осындай кездері міндетті түрде біз иммунитетімізді жоғарылату керек болады. Иммунитет төмен болған кездері адам жиі тұмауратады, терінің түсі бозарады. Адам әртүрлі бізге келетін аурулардың барлығына қарсы тұруға мүмкіндігі болмайды. Иммунитет әлсіреген кездері біз созылмалы ауруларымызда ағзамыздағы олар күшейіп кетеді. Сол үшін күресуге бізге қиындау соғады. Егер біз иммунитетіміз жоғары болса, жалпы біз тамақтануымызды қалыпты ұстайтын болсақ, рационымыз дұрыс болатын болса, ұйқымыз қалыпты болатын болса, нерв жүйеміз, мысалы үшін жүйке жүйеміз тозбай, жүйке жүйеміз қалыпты болатын болса, барлық ағзаларымыз дұрыс жұмыс жасайтын болса, біз қазіргі таңда ұшырасып жатқан бактериялық, инфекциялық, паразиттік ауруларға ағзамыздың өзі ақ күресетін жағдай болады. Ал егер де сіз олай қазіргі табиғаттағы біздің кездесіп жатқан, ішіп жетіп жатқан тағамдарымыздың әлсіздігіне байланысты, күнделікті біздің жұмысқа келе жатқандағы, бара жатқандағы, күндегі нарықтағы проблемалардың барлығы біздің иммунитетімізге, жүйке жүйемізге тимей қоймайды. Сол себепті сіздерге Санива компаниясының таза табиғи өнімдері суықта кептіру арқылы шөптердің барлық өзінің құрылымдығы, құндылығы сақтала отырып жасалған осы иммунитетке көтеретін Дари Лайф өнімі, йод натур өнімін және кальций өнімін ұсынамын. Бұлардың әсері қалай? Дари Лайф өнімі негізі құрамында эхиноцея бар, мия бар, жералмұрт, яғни топинамбур. Сосын бұның құрамында мия тамыры біздің ағзамызға өте күшті көмектесетін өнімдердің бірі. Және бізде иммунитетті эхиноцея жақсы көтереді. Эхиноцея бұл біздің ағзамыздағы хроникалық созылмалы ауруларға күрес кезінде, терімізде түрлі жарақаттар болатын болса, ағзадағы құлақ ауруы, отит болатын болса, одан кейін бізде именно полиартрит қазір жиі кездеседі. Осы полиартрит кезінде бізге осы эхиноцея бірден бір көмекке келеді. Және біздің ағзамыздағы дерлік барлық суықтармен күресуге эхиноцея өнімі күшті көмектеседі. Бұл біздегі табиғаттың берген байлығы, бірегей байлығы деп айтсақ та болады. Мия тамыры бұл біздің ағзамыздағы барлық өкпе тыныс жолдарындағы, асқазан ішек жолдарындағы жүйке жүйенің қызметін қалыпқа келтіруге мия тамыры бізге керек өнім. Себебі бұл қызыл кітапқа енген шөптердің бірі болып табылады. Және бұл қызыл мия деген біздің алтын тамыр деп те аталады. Сол үшін ағзамыздың жетіспеушіліктерінің орнын қалыпқа келтіруге, именно өкпе тыныс жолдарындағы суыққа қарсы күресуге, ағзадағы шлак токсиндерді шығаруға бірден бір келетін өнім. Бұл өнімнің құрамында марал тамыр бар. Марал тамыр бұл біздің спортпен айналысатын кісілерге, сосын ер адамдардың жыныстық энергетикасын көтеруге, адамның жалпы иммунитетін көтеруге марал тамырдың көмегі зор. Құрамында және бізде жералмұрт деп атап өттік. Жералмұрт негізі бізде егер қант диабеті болса, сусамыр болатын кездері қанттың мөлшерін қалыпты ұстауға, қан тамырларының қалыпты айналысып, қалыпты жұмыс жасауына көмектесетін бірден бір өнім. Және бұл жерде гүл тозаңы. Гүл тозаңының құрамы өте минералдарға, ақуыздарға және амин қышқылдарға бай өнім. Бұның құрамындағы натрий бар, бұл біздің
қанның қысымын қалыпқа келтіріп отырады. Кальций мен фосфор бар, бұл біздің ағзамыздағы сүйектің тіндерінің қызметін қалыпқа келтіреді. Және бұның құрамындағы хлор бар. Бұл хлор деген біздің ағзамыздағы метаболизмді қалыпқа келтіріп, ферменттердің бөлінуін қалыпқа келтіреді. Осындай күрделі шөптермен адам ағзасының жалпы иммунитетін көтеруге осы Дари Лайф өнімі. Аты да айтып тұрғандай, Дари сыйла, Лайф өмір. Осы өмірді сыйлау арқылы біз өзіміздің ағзамыздағы иммунитетті көтереміз. Екінші өніміміз бұл йод натур өнімі. Йод натур өнімі бұл теңіз балдырлары ламинарий. Ламинарийдің құрамында біздің Менделеев кестесіндегі барлық микроэлементтер қамтылған. Сол себепті де біздің ағзамызда бір микроэлемент жетпейтін болса, біздің ағзамызда жұмыс істеу қалпы төмендейді, иммунитетіміз төмендейді. Иммунитетті жалпы көтеруге құрамындағы микроэлементтердің барлығы бізге жақсы әсерін береді, және бұл табиғаттың бірегей сыйы. Және бір айта кететін жайт, біздің ағзамыздағы онкологиялық клеткаларды тежеуге, және егер онкологиялық аурулар болса, метастазды төмендетуге, әр клеткалардың біздің ағзамызға жайлап кетпеуіне бірден бір әсер ететін осындай керемет йод натур өнімі. Кальций өнімін не үшін қосып жатырмын? Себебі кальций өнімі біздің ағзамызда кальций тапшылығы болса, 150 түрлі аурудың алдын алу үшін бізге кальций керек. Және осы кальцийдің құрамында магний бар. Магний біздің нерв жүйемізге, жүйке жүйемізді тыныштандыратын өнім. Кальций мен магний қолда біргелікте біздің ұйқымызды тыныштатады, өмірге деген белсенділігімізді арттырады. Сол үшін иммунитетіміз жоғары болса, біз ешқандай созылмалы аурулармен ауырмаймыз, онкологиялық ауруларға төтеп бере алатын жағдайға жетеді ағзамыз. Сол үшін біз сіздерге курспен тағайындаймыз. Курспен тағайындалғанда біздің барлық ағзамыздың толық макро-микро элементтері толықтанып, ағзамыз әртүрлі ауруларға тойтарыс бере алатын күшке жетеді. Ауырып ем іздегенше ауырмайтын жол іздейік.